Неліктен біз үшін жеңіс емес, ал баланың дамуы маңызды? Бұл жерде алып қарасақ, бұл екі түрлі философия. Яғни біріншісі, жеңісті алып қарасақ, бұл дәл қазір осы сәтте. Екіншісі баланың дамуы, яғни ол дегеніміз баланы ұзақ мерзімде определенный бір уровеньға жеткізу. Поднимаем вверх, поднимаем вся наш флаг. Ай-яй-яй, школа футбола тымақ. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, сіздермен бірге Мадияр Расуланұлы, Тымақ футбол мектебінің бапкері боламын. Бүгінгі тақырыпта бізде үш мәселе бар. Яғни біріншісі біз кімбіз, екіншісі біздің философия және неліктен біз сондай философияны таңдадық. И үшіншісі ойыншы, ата-ана, бапкер арасындағы үшбұрыш. Бұл видео соңында сіздер процесті және де біз Тымақ футбол мектебі ойыншыларды қандай бағытта алып бара жатқанымызды түсінетін боласыздар. Бір қарағанда балалар футболы ол жеңдік немесе жеңілдік болып көрінеді. Егер біз жеңісті дамудан биік қоятын болсақ, бұл жерде бала өспейді, дамымайды. Яғни ойында ол допты қоя салып алдыға тебе салады, ойлау қабілетін арттырмайтын болады. Әрине бұл қазір нәтиже беру мүмкін, бірақ та даму емес. Тымақта бізге жеңіс керек емес демейміз, біз тымақта басқаша айтамыз. Победа любой ценой бізге қажет емес. Біздің негізгі мақсат баланы ұзақ мерзімде дамыту. Біз мысалға 9 жастағы баладан результатты қазір талап етпейміз. Бізден көптеген ата-аналар сұрайды, неге біздің Қазақстанның футболы Европадағыдай емес деп. Бұл жерде жауап қарапайым. Бізде біріншіден жүйе жоқ, және де Европада 9 жастағы балаларда турнирлік кестесі болмайды. Олар тек қана баланың дамуына жақсы назар аударады. Біздің Қазақстан футболына жарқ етіп шыққан жұлдыздарымыз да бар, яғни аяқ допшыларымыз. Олар Қазақстанның футболының жүйесіне қарамай шыққан ойыншылар болатын, яғни выжившилар дейді ғой. Біз сол жүйедегі қателіктерді көргенбіз, және де Тымақ футбол мектебінде біз сол қателіктерді болдырмай жұмыс жасаймыз. Бағана айта кеткендей, Европада, яғни 7-10 жас арасында турнирлік кесте жоқ. Ол жақта біріншіден ойыншының техникасына, ойлау қабілетіне және де психологиясына аса назар аударады. Былайша айтқанда баланы үлкен футболға дайындайды. Бұл жерде логика қарапайым, яғни біз ештеңке өзгертпесек, нәтижеде өзгермейді. Біз баланың дамуына аса назар аударамыз. Сондықтан біз баладан нәтиже талап етпейміз. Қазіргі уақытта Қазақстан футболында екі бағыт бар. Яғни біріншісі сол футбол орталықтары, екіншісі кәсіби мектептер, яғни частный клубтар. Біріншісін алып қарасақ, футбол орталықтары ол жақта результатқа, яғни нәтижеге ойнайды, турнирлік таблицаға қарап, және де үстіңгі басшылықтан оларға бапкерлерге қысым болады. Бапкерлер әр ойында результатқа ойнауға тырысады. Футбол орталықтарын алып қарасақ, бұл жерде оларда определенный количество бар. Мысалға олар 1000 оқушыны ала алмайды, 20-25-ін алады, және бұл жерде турнирлік кесте бойынша результатқа ойнайды. Осында алып қарасақ, баланың индивидуальный мастерствосы, мысалға индивидуальный техникасына аса қатты назар аударылмайды. Екіншісін алып қарасақ, кәсіби мектептер, яғни частный школалар, бұл жерде команданы алып қалуға немесе баланы ұзақ мерзімде ұстауға тырысады. Екіншісін алып қарасақ, яғни кәсіби мектептер, частный школалар, бұл жерде команданы және де жақсы ойыншыларды ұзақ мерзімде ұстап отырады. Неге десеңіздер, бұған бірақ жауап, олар нәтижеге аса назар аударады. Жаңағы индивидуальный баланың дамуына оралсақ, бұл жерде ойынды алып қарасақ, мысалға вратарь допты қояды, алдыға тебе салады, ойлау қабілет жоқ бұл жерде. Алдыда 1-2 бойшан физикалық тұрғыда жақсы ойыншы болса болды, олар бірінші допты ойнап, түзу соққының арқасында гол соғып кетеді, және результат бар, бірақ ойыншының дамуы жоқ. Егер де ашығырақ айтсақ, бұл жерде әр баланың касаниясы жоқ, мысалға, ойлау қабілеті жоқ ойында. Бізге ойында маңыздырақ біздің ойыншыларымыздың ойлау қабілеті және де әр кезде доппен болуы, қорықпауы, алдап өтуі және де
креатив дейді ғой, креативный игрок болуы бізге өте маңызды. Бізге ойында маңызды заттар ол біріншісі баланың ойлау қабілеті, екіншісі техникасы, үшіншісі бізде тактикасы және төртіншісі бізде психологиясы жүреді. Ойынға дұрыс қарау бізге маңызды. Бұл жерде біздің әр ойыншымыз допқа қанша касание істеді, қандай шешім қабылдады, ойлау қабілеті болды ма, психологиялық тұрғыда өзіне батылдықты алды ма ойыншы, осы заттарға аса назар аударамыз. Келесі мәселе бізде ойыншы, ата-ана, бапкер арасындағы үшбұрыш. Баланың өсуіне тек қана жаттығумен жаттықтырушы көмектесе алмайды. Бұл жерде маңыздысы баланың қоршаған ортасы, яғни ата-анасының қолдауы. Бапкер балаға бағыт береді, үйретеді, көрсетеді және де тапсырма береді. Жаттықтырушының рөлі бұл жерде оқыту, процеспен басқару, тапсырма беру және де балаға қауіпсіз орта құрып беру. Ал ойыншының рөлі бұл жерде еңбек ету, үйрену, көру және де қателесу. Сол қателіктен анализ жасап, бір шешім шығару. Ал ата-ананың рөлі әрқашанда балаға демеу беру. Яғни егерде ата-ана біздің клубтың философиясымен келіспесе, ол баладан бірден байқалады. Жаттығудағы мінезінен, ойындағы ойынынан және де клубтағы басқа ойыншылармен сөйлесуінен. Егерде осы үшбұрыш бірге жұмыс жасайтын болса, баланың дамуына жақсы болады. Ата-ананың балаға мотивациясы жайлы айтсақ, бір ойыннан кейін көптеген ата-аналар бірден анализға жүгінеді. Балам, сен неге теппедің? Балам, сен неге гол соқпадың? Балам, сен неге пас бермедің? Деген сөздер балаға өте ауыр тиеді. Бізден сіздерге кеңес, балаңыздан ойыннан кейін келесі сұрақтарды қойсаңыз болады. Балам, бүгінгі ойын саған ұнады ма? Балам, бүгін ойында сен өзің ойынындағы іс-әрекетті іске асыра алдың ба? Балам, сен бұл ойынды қалай жақсартар едің? Деген демеу сөздерін айтсаңыз, балаңыздың көңіл күйі жақсы болады. Ал анализді бапкерге қалдырыңыздар. Сіздің қолдауыңыз балаңызға өте қажет. Осы видео жазбадан кейін бізге сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Біз әрқашанда ашық түрде жауап беруге дайынбыз. Біз команда құрмаймыз. Біз кезең-кезеңмен дамитын орта құрамыз. Это наша победа, это наша игра. Поднимаем вверх, поднимается наш флаг. Ай-яй-яй, школа